Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгінгі сабақта Scratch ортасында алма жинау жобасын жасайтын боламыз. Мектеп бағындағы алманы жинауға 4-ші А және 4-ші Б сынып оқушылары көмекке келеді. Екі сынып алма жинаудан жарысқа түседі. Мұғалім оқушыларға: жинаған алмаларыңыз 60 килограммнан асатын болса, онда сол сынып жеңімпаз деп хабарлайды. Бізге жобаны жасау үшін мынадай қадамдар орындау керек. Бірінші, біз жобамыздың көрінісін дайындап алуымыз керек, фонын. Одан кейін жобамызға қатысты спрайтты, яғни кейіпкер мұғалімді жүктеп аламыз. Енді бізге 4-ші А және 4-ші Б сынып деген екі тізім жасау керек болады. Өйткені 4-ші А сынып жинаған алмаларды 4А сынып деген тізімге жазамыз да, ал 4Б-нікін 4Б сынып деген тізімге жинаған алмалар санын жазып қоямыз. Тізім жасап алайық. 4А деген тізім және тізім жасау 4Б. Мінекей бізде екі тізім құрылды. Енді тізімдерімізді толықтырайық. 4-ші А сыныбының жинаған алмаларының тізімін жазайық. Олар алманы 5 рет жинайды. Б сыныбы да 5 рет жинайды. 7, 9, 14, 10, 11. Енді бізге осы 4-ші А және 4-ші Б сынып оқушыларының жинаған алмаларын қосып отыру үшін бізге айнымалылар қажет болады. Бізде 4А және 4Б сынып оқушылары 5 рет жинады алманы. Сондықтан бізге И айнымалысы керек болады. Айнымалысы және қосып отыру үшін 4-ші А сыныбының алмаларын қосу үшін А деген айнымалы жасайық. Және 4-ші Б сыныбының жинаған алмаларын қосып отыру үшін Б деген айнымалы жасайық. Бізде сонда 3 айнымалы жасадық. A, B және I деген. Енді біздің тізімдеріміз сақинада әзірге көрінбей тұруы үшін мына жерде тізімдер бөлімінен мына белгіні алып тастаймыз. Енді біз әрі қарай мұғалімнің скриптісін жасаймыз. Бізге бірінші жалауша қажет болады. Одан кейін бізге айнымалыларымыздың бастапқы мәнін орнату керек болады. Бұл бізде барлығы қосатын болғандықтан, барлығын біз бірінші орнататын мәнімізді барлығын нөлге қойып қоямыз. Келесі бізде мұғалім айтады. 2 секунд бойы мұғалім айтып тұрады. Қай сынып көп алманы жинады? Қай сынып көп алма жинайды? Келесі тағы да 2 секунд бойы мұғалім айтады. Жинаған алмаларыңыз, яғни 60 килограммнан асатын болса, 60 килограммнан асырса, сол сынып жеңімпаз. Сол сынып жеңімпаз деп мұғалім
5 секунд бойы айту керек. Мына жерге 5 саламыз, мына жерге 3 саламыз. Және бізге басқару блогынан шарт орындалғанға дейін деген цикл қажет болады. Және біздің шартымызда операторлар блогындағы логикалық оператор немесе операторын қолданатын боламыз. Немесе операторының 2 пайымына үлкен белгісін орнатамыз. Бірінші пайымы, екінші пайымы. Және бұл пайымдар А және Б сыныптары үшін болады. Сондықтан айнымалылар бөліміне барып А және Б деп орнатамыз. Және ол 60 килограммнан асырса деген шарт қойып қоямыз. Асырса, осы шарт орындалғанға дейін бізде мыналар іске асыру керек. И айнымалысын бірге өзгертіп отырамыз. Және орнату блогын шығарамыз. 4-ші А сыныбы үшін және 4-ші Б сыныбы үшін. Бізде орнату блогына операторлар блогындағы қосу операторын шығарамыз. Қосу операторына бірінші А айнымалысына қосамыз. Біз 4-ші А сыныбының тізіміндегі сандарды, яғни алмалар саны. Бізде алмалар саны неше рет жиналды? 5 рет жиналды. Сондықтан И айнымалысын әкеліп қоямыз. Дәл осылай 4-ші Б сыныбына да жасаймыз. Орнатып болғаннан кейін бізге нәтижені шығару үшін бізге шарт қажет болады. Басқару блогына барып, егер онда әйтпесе деген шартты аламыз. Егер онда әйтпесе, осы жерден бізге шартымыз қандай болады? Егер А айнымалымыз үлкен болса, бізге демек үлкен деген шарт керек. А айнымалымыз үлкен болса 60 килограммнан, онда бізде жеңімпаз 4-ші А сыныбы болады. Төрт секунд бойы 4-ші А сыныбы жеңімпаз деп айту керек. Жеңімпаз. Әйтпесе, яғни мына шарт орындалмаса, онда төртінші Б сыныбы жеңімпаз деп айту керек. Жеңімпаз деп айтылуы керек. Біздің жобамыздың скрипті жасалып болды. Бізде мынадай скрипті шықты. Енді біз жобамызды іске қосайық. Қай сынып көп алма жинайды? 60 килограммнан асырса, сол сынып жеңімпаз деп мұғалім бізге хабарлап тұр. Және бізде 4-ші А сыныбы үшін және 4-ші Б сыныбы үшін қосып шығарып берді. Бұл жерде бізде 4-ші А сыныбы жеңімпаз атанды. Балалар, енді осы жобаны өздеріңізде қайталап жасап көріңіздер.